Үйдегі ерлі зайыптылар. Метод. Ал сөйле. Сәлем достар. Отбасы кішігірім мемлекет. Бір ғана әңгімені тыңдап көрелік. Мүмкін ол сізге бір нәрсені еске салар. Мені жақсы көремін деп айтшы. Жақсы көрем. Қаттырақ айтшы. Мен естімедім. Мен сені өте қатты жақсы көрем. Мен саған сенбеймін. Неліктен? Сен кеше кеш бойы Қатирадан көз алмадың. Жоқ, қойшы. Мен Қатираға қарағаным жоқ. Қарадың, мен көрдім. Сен оған шырын ұсындың. Қалайша? Қатира, қызанақ шырынын ішесің бе деп сұрадың. Ал ол не деді? Ол жымиды да, саған өз стақанын ұсынды. Ондай болған емес. Болды. Менің көзім жақсы көреді. Кеш болды, ұйықтайық. Мәнтінің тұзы көп болыпты. Қатира маған мүлдем ұнамайды. Ұйықта енді. Ертең сөйлесеміз. Достар, отбасында ыдыс-аяқ сылдырламай тұрмайды. Дегенмен, ең бастысы, оны сындырмау екенін есте сақтайық.